Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз киномастер видео монтажы бойынша сабақ үйренеміз. Яғни киноларда көрсеңіздер, қара сызық, яғни теледидарды екіге қысып тұратын бір қара сызық болады. Әр фильмде бір қара сызық болады. Сол монтажды және де Universal Pictures және де басқа да сондай фильмнің заставкаларын қалай істеуге болады, жалпы өзіміздің идея. Мінекей видео. Көргендеріңізде дәл осы видеоны бүгін жасайтын боламыз. Бірінші қара нені істеп алу үшін біз экранды скриншот қылып алуымыз керек. Сол скриншотты алып PicsArtқа саламыз. Өткенде бір сабақта көрсеткендей. Оны алып повернуть етіп аламыз, яғни осы экранның размері керек болады бізге. Рисовайтқа кіреміз. Рисовайтқа кіріп фигураға кіреміз. Фигураны білесіздер, фотошоп жасап жүрген балдардың бәріне белгілі нәрсе. Залитті басасыздар, окей. Бүкіл фонды қара қылып аласыздар. Окей, бұны бір сақтаймыз, окей. Сосын қайта рисовайтқа кіреміз. Дәл осылай қара болып тұрады енді. Рисовайтқа кіріп барынша кішірейтіп слойды ашамыз. Слойды ашып, бірінші автомат түрде ашылып кеткен слойды өшіре саламыз. Окей, тек қана қара слой қалды бізге. Өшіргішті аламыз. Дәл осылай залитті да тура осылай өзінің ортасын өшіріп аламыз. Яғни тек қана екі шетіндегі қара керек. Уже видео монтаж істеп жүрген жігіттер бірден түсініп қойды бұны қалай жасалатынын. Неге, тек қана бүгін бір ғана бұл сабақ емес, шамалы күрделі болсын деп жаңа қасына заставка қосқан болатын. Окей, киномастерге кіреміз енді. Бүгін маркеттен киномастер деп тартсаңыздар болады. Біріншіні таңдаймыз, білесіздер, проект новыйдан создавать етеміз. Керекті видеоны мен ақтауда түскен видеомды ала салдым, негізінде киноға жасайын ба дегенім, бірақ оған уақыт тығыз болды да, бүгін аяқ асты түсіріп отырмын. Мінекей, осы ақтауда түскен видео осы да келетін болды негізінен. Бұған музыка еш нәрсе таңдамаймыз, бұл алдында жасалып қойған, енді қазір дайын болсын бізге. Программаға түсіп, мінекей дайын болды. Осыны бір көріп алайық. Мінекей, мен әдейі бұның музыкасын өшіріп тастаған. Дәл осылай жүгіріп келе жатады да, негізі бұның стиль. Енді сіздер бұл жерде изображение, слойды ашып, изображение жаңағы PicsArtқа түскен. PicsArtпен істегенді аласыздар. PicsArt папканың ішін ашсаңыздар, бірінші болып тұрады. Соны аласыздар, үлкейтесіздер. Мінекей, кинода тура осылай білесіздер ғой, экранның жан-жағын қарап тұрады. Кез келген видео қоссаңыздар, бұл керемет көрінеді, шыны керек. Одан да жалпақ қылып қоссаңыздар, вообще бір экран былайынан бір профиль фотоаппаратпен түскен сияқты әдемі болып көрінеді. Мінекей, PNG форматын толық видеомен бірдей қылып созамыз. Окей, мінекей, азайтып тастағанда дәл осылай болады. Көріп жатсыздар бүкіл экран. Мінекей, окей, тоқтатамыз. Мынаны қайтып көбейткен кезде енді бұл осы видео, басқа да өздеріңіз бір керемет бір видеолар түсіріп жүріп қоссаңыздар, бұл керемет болады. Бір шағын видеороликтарды жинап қосқан кезде фильмнің эффектін береді. Яғни мына жерден түстерін өзгертесіздер, егер барынша кино эффекті болатын болса, яркостьті азайтып, контраст түсіресіздер. Яғни насыщаемостьті көтереміз. Сол кезде бір киношный эффект болады. Енді ол сіздер жасыл жерге барып, сондай жерге байланысты. Мінекей, қазір мына жерде насыщаемость барынша маңызды. Енді дәл осылай әкеле жатамыз. Енді заставкаға өтейік. Мінекей, осының бір қатып қалған жері керек бізге. Енді қазір түсіндірем, жалғыз бұл бұндай видео емес, сіздер қарапайым видеоға да істеудің жолын қазір видео соңында түсірем. Мінекей, мына функцияны басқан кезде осы жерден бізге захват кадры и добавить как слой керек болады. Себебі бізге слой керек болады. Слойды әнекей астына түсті, ана жерден тағы да добавить фото алып аласыздар. Слойды осылай барынша жаямыз. Дәл осы жерден мінекей слой тоқтап қалады слойға келгенде. Себебі ары қарап материал жоқ. Тура соның үстіне жаңағы біздің PicsArtпен жасаған қарамыз тағы бір қойып жібере саламыз. Себебі ол жерге басқа сурет алсаңыздар, текст жазылмай қалады. Ортасы ашық, мен соны әдейі жазып істеп алған болатын. Осы жерге де керек болды. Енді ары қарап текстке кіріп, өздеріңіздің атыңыз, мысалға Асқар болса, Асқар Меңдібаев деп, мінекей мен Universal Pictures деп жаза салдым. Тексттерінде өтірік таңдай салған болатынын көрсетуге. Мінекей, көріп жатсаңыздар, Pictures, мінекей Rail Chain ба, соны таңдаймыз, астына қоямыз. Дәл осылай затахнуть болады ма, соны таңдаймыз. Окей.
дәл осылай келеді. Мінекей мынау жаймен шығады. Universal Pictures. Осындай да киноның басына басталатын заставкалар бар, білетін болсаңыздар. Бір көріп алайық. Мінекей дәл осылай келе жатады. Сіздер тура осы видеоның орнына басқа видео, мысалы өздеріңіз келе жатасыздар. Дәл осылай келе жатып немесе сөйлеп жатып тоқтатып, тура осылай тоқтатып қоясыздар. Тоқтатып қойғасын, мінекей видеоның үстінен бір бассаңыздар, қазір мына жақтан видеоны басқан кезде ғана шығады ол функция. Әрине, мінекей дәл осы жерден тоқтатып қоя саласыздар. Мінекей қарай, мінекей дәл осылай тоқтатып, удалиттің жоғарысына көрдіңіздер, осы функцияны басқан кезде шығады. Мінекей зада снять кадр, осы жерден скриншот қылып, автоматты түрде скриншот қылып галереяға да түседі. Және де мына жанына да түсіріп береді. Тура осы жерден істейсіздер. Мінекей осының орнына басқа сіз келе жатасыз, зор деп бүйтіп қолыңызды көрсетіп, немесе керемет деп бүйтіп саусақтарыңызды көрсетіп қатырып, тура осындай заставка істесеңіздер болады. Киноның соңына немесе басына. Pictures дегенді қырқа салайық, мына жаққа қажет емес бізге. Мінекей көрдіңіздер, Universal Pictures дегеннің үстінде міндетті түрде жаңа PicsArtпен істеген фотомыз болу керек. Басқа фото таңдасаңыздар қойылмайды. Сохранить, біріншісімен сохранить етеміз. Сіздерге бұл сабақ ұнады деген ойдамын. Қалай кино қарасын істеу керек екенін үйрендік. Сіздермен болған мен Мико Про. Сау, саламатта болыңыздар.